тура осылай хедшот бере алмайсың ба, родной? Ондай видеоны до конца қарап келдім. Бұл видеода сендерге қалай настройканы жасау керек екенін, қай жерден ату керек екенін, қалай подряд хедшот беруді үйретемін достар. Сол үшін видеоға лайк басып, тіркеліп, қолдап қойыңдар, роднойлар. Ал кеттік онда видеоға. Біздер ранг ойнаған кезде, рейтинг ойнаған кезде 4-ке 1 қалып қалатын жайымыз бар енді. Сондай ситуацияларда қалай паниковать етпей, оттяжканы дұрыс жасау керектігін бұл видео сендерге үйрететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, достарымды таң қалдырсай хедшотпен, родной. Біріншіден, қалай хедшот беріп отқанымды осы жерден көріңіздер. Қай жерден атып жатырмын, яғни адамды көздеп атып жатырмын ба, әлде көздемей атып жатырмын ба, соны внимательно қараңыздар. Сосын екінші этапқа өтеміз, достар. Так, мыналар қайда? О, міне біреуін ұстап алдым. Енді екінші ұстап алайық. Дусолкмен ба или диглмен ба? Диглмен ұрамыз ғой, жігіттер. Давайте диглмен оттяжкасын беріп жүрейік онда. Так, міне бәрі келді. Байқадыңыздар ма қалай ататқанымды? Яғни денесінен емес, мен адамды көздемей атамын. Адамды көздемей атқан кезде шанс оттяжканың ұшып кетуіне 80-90% достар. Егер де дұрыс түсінбесеңіздер, тағы да видеоны қарап шығыңыздар, тағы да хедшоттар бар, соларды көріп шығыңыздар. Одан кейін мен сіздерге полигонда бәрін дұрыстап түсіндіріп беретін боламын, достар. Соңғысы жаман мансау дейді деген, ұстай алмай қойдым ғой, по-любому ұсталасың, родной, кесе бер. Диглмен тағы да, деп қоясың ғой. Так, менде 6 тұра баш, подряд атып ұстай алам беке, достар, қалай ойлайсыңдар. Так, кеттік. Әне. Екінші татсоймен барып, ұшып барып, бәрі келді. Үшіншісі, төртіншісі, почти. Мұны жаман қашып қойдық, тағы да диглмен ұстайықшы. Мәзаған, родной. Так, енді қалай оттяжка бергенімді көрсеңіздер, енді біз дальше қай жерден ату керек екенін енді дұрыстап түсіндіретін боламын, достар. Қараңыздар, енді біз бұл жерде адамды көздемей атамыз. Адамды көздеп атсаңыздар, денесіне кетіп қалуы мүмкін, иногда шала кетіп қалуы мүмкін хедшотымыз, достар. Олай болмайды. Мына жердегі точканы көріп тұрсыздар ма? Яғни сол жерден адамды көздемей атқан кезде хедшот өте керемет ұшады, достар. Тағы да қараңыздар, денесінен болмайды. Денесіне атамын, қараңыздар, денеге кетіп қалады. Яғни сол жағынан көріп тұрсыздар ма? Немесе оң жағынан. Тағы айталайым. Көрдіңіздер ма? Қалай хедшот ұшып тұрғанын. Адамды көздемей атып жатырмын. Сол жағынан немесе оң жағынан өздеріңізге удобный қылып, солай жасасаңыздар болады, достар. Енді қозғалып жатқан адамдарға қалай оттяжка беру керек? То же самое, тура солай қайталаймыз. Адамды көздемейміз. Мен прицелымды қарап тұрсаңыздар, адамды көздемей атып жатырмын. Тура денесінен көздеп атса, бізге денесіне кетіп қалады, достар. Адамды көздемейміз. Ал егер мына компьютерден түсініксіз болса, мен сіздерге телефоннан да жасап берейін онда. Сол жақтан және оң жақтан көздесек болады. Міне, осы жерден біз көздеп ататын боламыз, яғни тура осы точкадан чуть миллисекунда зажимать кнопканы басып тұрып, көтеріп қалатын боламыз. Тікке просто, осылай. Главное, чуть миллисекунда зажимать етіп, басып тұрып, көтеріп қалуға. Сол жақтан да және оң жақтан да бұл істей береді. Адамды көздемейміз. Адам кішкене оң жағын, либо сол жағын көздейтін боламыз бұл жерде. Так, осы действияларды күнде қайталасаңыздар, оттяжкаларыңыз өте керемет болады. Қайталай бересіздер, үйреніп алғанға дейін. Так, диглмен қалай жұмыс істейді? Диглмен де то же самое. Адамды көздемейсіздер. Кішкене оң жағынан, либо сол жағынан. Дальний дистанциядан қалай бізде диглмен оттяжка беру керек? Бұл жерде біз плавно көтеру керек. Біз кішкене басып тұрып, плавно көтереміз. Ақырын көтеріп қаламыз. Кішкене басып тұрып, ақырын көтеріп қаламыз. Бұл ПК-ға да және телефондарға келе береді бұл. Осылай. Енді упорда қалай оттяжка беру керек? То же самое. Тура жақын тұрған кезде денені көздемейсіз, денеге атсаңыздар, көбінесе денеге тиіп кетуі мүмкін. Ал егерде мынандай случайда 80% гол кететін болады сіздерде. Сол жақтан да, оң жақтан да бұл жұмыс істей береді. Главное, осылай көздесеңіз болды. Упорда бұл жұмыс істей беретін болады. Осылай өтер керек. Чуть зажимать етесіздер, көтеріп қаласыздар. Тура бағанағыдай тактика көтерудің. Ал егерде солға оңға қозғалатын болса, сіздер байқап тұрғаныңызда мен адамды көздемеймін. Яғни осы сторонадан сол жаққа кетіп баратса, оң жағынан көздейміз. Тура бағанағыдай кішкене зажимать етіп, солға кетіп баратса, солға осылай көтеріп қалатын боламыз. Точкамен осы главный нелерді көрсеңіз болды.
Ал егерде қарсыластарыңыз оң жаққа кетіп баратын болса, тоже сол жаққа кетіп бара жатқан адамдық сияқты жұмыс істейді. Яғни адамды көздемейсіздер, адамды емес, оңға кетіп бара жатса, кішкене сол жағынан тура осылай көтеріп қалатын боласыздар. Ал енді досым, сен бәрін үйрендің деп ойлаймын. Тезірек полигонға кіріп, настройканы дұрыстасам болады, родной. Тағы да менің телеграм каналымда 5000 теңгеге турнир болып жатыр, сояққа қатысып кетсем болады. Ссылкасы профильде, родной. Лайк басып тіркелуді ұмытпадың ғой, родной, онда келесі видеода жолыққанша. Бәріне ассаламу алейкум.